Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен картоптан керемет тағам жасайтын боламыз. Ең алдымен картоптарды осылай майдалап бөліп алып, суға қайнатып пісіретін боламыз. Ал қайнаған картопымызды жақсылап езіп алатын боламыз. Ал енді чесногымызды үкіштен өткізіп аламыз. Оны қазір қызып тұрған табада сливочное масломен қуыратын боламыз. Міне сливочное масло осынша мөлшері жеткілікті. Ал енді табамызға сливочное масломызды саламыз. Кішкене ергеннен кейін чесногымызды үстіне салып қуыратын боламыз, және оның үстіне бір қасық ұнымызды салатын боламыз. Және де осылай жақсылап араластырып тұру арқылы консистенциясына жеткіземіз. Жақсылап араластырып тұрғаннан кейін оның консистенциясы осындай болады. Ал енді жаңағы езілген картопымыздың үстіне осы массамызды салатын боламыз. Және де оның үстіне 4 ас қасық крахмалымызды салатын боламыз. Қандай крахмал екені маңызды емес. Кез келген крахмалды салсаңыз болады. 4 ас қасық салып, бірінші қасықпен араластырып, одан кейін қолмен араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ал дайын болған қамырымызды осылай жайып аламыз. Астына ұнды көп мөлшерде сепсеңіздер болады. Одан кейін осылай үлкен етіп бір бөліп аламыз. Оның ішінен тағы да кішкентай формамен кесіп аламыз. Яғни колечкаларды жасайтын боламыз. Дөңгелектің ішінен осылай дөңгелекті салып, колечко шығарамыз. Мұқият жасауға тырысыңыздар, өйткені ол қолға жабысып тұрады кішкене. Ал енді майымызға осылай біртіндеп салып қуырамыз. Ішіндегі дөңгелектерді де салсаңыздар болады. Міне біздің картоптан жасалған керемет тағамымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ет жоқ кезде жасалатын керемет тағамдардың бірі. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.